Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз барлығы үшін ең дәмді болған құлпынай туралы айтатын боламыз. Пайдалы кеңестерден құр қалмау үшін каналға тіркеліп алыңыз және видеоларға лайк басыңыз. Құлпынай жарық сүйгіш өсімдік. Жидегі қызыл түсті, хош иісті болып келеді. Сұрпына қарай ерте көктемде, жазда және күзде жеміс береді. Құлпынай дәрумендерге өте бай. Құрамында ағзаға аса пайдалы С дәрумені көп. Оның құрамында темір, магний, калий, кальций, цинк, марганец, фосфор, кремний, мыс пен йод та бар. Қыс бойы дәрумен жетіспей әлсіреп шығатын ағзаға аса пайдалы. Құрамындағы көміртек қан құрамындағы қантты көтермейтіндіктен сахар диабетіне шалдыққан адамдарға жеуге рұқсат берілген. Құрамындағы антиоксиданттар қартаю процесін тежейді, иммунитетті күшейтіп, қан аздыққа көмектеседі. Микробқа қарсы қасиеті жоғары болғандықтан асқазан ауруы бар адамдарға аса пайдалы. Темекі шегетіндерде қатерлі ісік пайда болу ықтимал, сондықтан құлпынайды көп жеу керек. Жөтел және өкпе аурулары кезінде құлпынайдың жапырақтарын қайнатып ішсе, тез арада жазылып кетуге болады. Құлпынайды десерт ретінде жейді. Құлпынайдың пайдасын арттыру және организмге сіңімдірек болу үшін қаймақпен немесе кілегеймен жеу керек. Құлпынай жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алады. Бүгінгі таңда бүкіл әлем бойынша жүрек қан тамырлары ауруларынан қайтыс болып жатқан адамдар саны күн санап көбейіп келеді. Егер бұл жемісті өзіңіздің ас мәзіріңізге қосатын болсаңыз, аталмыш аурудың алдын алуға болады. Өйткені оның құрамында холестерин деңгейін төмендететін қышқыл бар. Сонымен қатар құлпынайдағы С дәрумені қан тамырларын қалыпты деңгейде ұстайды. Құлпынай жемісі беттегі пигменттік дақтарды кетіреді. Егер теріңізді ағартып, секпілдер мен пигменттік дақтардан құтылғыңыз келсе, бетіңізге құлпынайдан маска жасаңыз. Алайда әуелі білегіңізге немесе басқа жеріңізге жасап көріңіз. Егер бәрі жақсы болса, бетіңізге сала беріңіз. Мұндай масканы аптасына 1-2 рет жасап тұрсаңыз, дұрыс болады. Құлпынайдан жасалған маска безеу мен қабынуға қарсы көмектеседі. Егер теріңізге түрлі бөртпелер шығып мазалайтын болса, онда ойланбастан құлпынайдың түйінінен маска дайындаңыз. Себебі оның құрамында тері ауруларымен белсенді күресетін антиоксиданттар бар. Бұл жеміс кәріліктен де сақтайды. Құлпынайдағы антиоксиданттар бос радикалдарға қарсы әсер етеді, сондықтан кәріліктің ауылы алыстайды. Ол үшін түскі тағамыңызды ішіп болғаннан соң 40 минуттан кейін құлпынай жеуіңіз керек. Құлпынай тісіңізді ағартады. Құлпынайдың құрамында С дәрумені тісті сарғаюдан құтқарады. Оны тұтыну арқылы сіз белгілі бір уақыттан кейін тісіңіздің ағарғанына көзіңіз жетеді. Тісіңізді ағартқыңыз келсе, тіс дәрігеріне баратын уақытыңыз бен ақшаңызды құлпынайға жұмсаңыз. Құрамындағы С дәрумені тісіңізді әппақ қардай етіп шығаруға кепілдік болады. Құлпынаймен сұлулығыңызды сақтаңыз және денсаулығыңызды күтіңіз.